буынның майлаушысы азаяды. Соның салдарынан буындардың беті құрғап, бір-біріне үйкеліп, жаралар мен ұсақ жарықтар пайда болады. Алдымен адам сәл қимылдағанда сықыр естіледі, кейін ауырсыну қосылады. Ұзақ отырсам, орнымнан әрең тұрамын деген шағымдар артроздың алғашқы белгілері. Артроздың 4 дәрежесі бар. Бірінші дәрежелі, яғни артроздың бастапқы сатысы. Жеңіл сықыр мен сәл ауырсыну. Екінші дәрежелі, яғни артроздың екінші сатысы. Буын қатаяды, күнделікті қимыл қиындайды. Үшінші дәрежелі артроз. Айқын ауырсыну, ісіну, баспалдақпен жүру тіпті қиын. Төртінші дәрежелі артроз. Шеміршек түгелдей жойылып, сүйек бір-біріне үйкеледі. Бұл кезде буын мүлде қозғалмай қалады. Ота, яғни жасанды буын ғана көмектеседі. Бұл тек қартайғандықтан ғана емес. Артық салмақ, буын жарақаттары, тұқым қуалаушылық, қант диабеті сияқты аурулар да артрозға жол ашады. Кейде тіпті жастау адамдарда да кездеседі. Артроздың ең көп кездесетін жерлері